Қайырлы күн, бүгін сіздермен құрамына сүт қосылмайтын блинчиктерді, яғни құймақтарды бірге дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны, 3 ас қасық құмшекерімізді салып араластырып, үстінен 3 ас қасық сұйық май, яғни күнбағыс майын құямыз. Құмшекеріміз ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Таразының көмегімен өлшенген 250 грамм суымызды құйып, көпіршігенге дейін араластырамыз. Електен өткен 180 грамм ұнымызды да салып араластырамыз. Қайнаған 250 грамм суымызға 1 ас қасық соданы салып араластырамыз. Одан соң дайын болған массамызға құямыз. Соданы қайнаған суға араластырған себебіміз, сіздерде блинчиктерден соданың дәмі шықпайтын болады. Массамыздың арасында түйіршіктері қалмағанға дейін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса дайын болады. Ал енді құймақтарды пісіруге кірісейік. Табамызды қыздырып, одан соң үстін майлап, керек мөлшерде массамызды құйып, осылай кезек-кезек екі бетін аударып, қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Әр пісірген сайын табамызды майлап отырамыз, әйтпесе сіздің құймақтарыңыз табаға жабысып қалуы мүмкін. Егер де дәл осы рецептпен граммдарын өлшеп істеген болсаңыздар, құймақтарыңыз жабыспай, осылай әдемі болып піседі. Толық рецептін астына қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецепттен сіздерде 10 немесе 11 штук блинчик шығады. Дайын болған блинчиктерді қаймақпен немесе балмен ұсынсаңыздар болады. Бүгінгі видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздермен болған Жазира ас болсын.